Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін Нұрбол, және де біз сіздермен бүгін қалай бір-ақ фишканы біле тұра осындай керемет суреттер жасауға болады деген тақырыпта сөйлесеміз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Мен бұл видеоны қазақ тілінде істеп жатырмын, себебі көбінесе қазақ аудиториясы қалай осындай күшті суреттер жасауға болатынын білмейді екен. Бұндай сурет жасау үшін сіздерге көп білім қажет жоқ, көп қиналудың қажет жоқ, тек екі приложениені ғана білсеңіз болды. Оны да бүгін мен кішігірім айтып өтемін. Біріншісі ол Lightroom, екіншісі ол Telegram, және үшіншісі сіздің күшті суреттеріңіз. Дайын болсаңыздар, көп созбай, сразу сол обработкаға көшейік. Бірінші өзіңіздің керемет суреттеріңізді алып алыңыздар, және де соны қазір обработка жасайтын боламыз. Мына жерде көрсететін боламын, қалай істеліп жатқанын, және де түсіндіріп отыратын боламын. Дайын болсаңыздар, кеттік. Алдымен Lightroom приложениесін скачать етіп, оны ашамыз, және де қазір загрузка болып жатыр. Ішіндегі өзіңіздің суреттеріңізді табасыз астында. Из фотопленки дегенді таңдап, соның ішінде өзіңізге ұнайды деген суретті таңдайсыздар. Ол қосылады, және де ең соңына астындағын өткізіп, стили дегенге кіресіздер. Ол жерде сізде пользовательские стили деген болады, және де сол жерден таңдап кез келгенін қоя берсеңіздер болады. Және де бұл кішігірім фильтр, бірақ фильтрдан қандай айырмашылығы бар? Бұл жерде өте керемет фильтрлар табуға болады, және де өзіңіздің ұнаған обработканы сохранить етіп қоюға болады. Міне көріп отқандарыңыздай әртүрлі қылып өзгертіп отырмын қазір өзімнің суретімді. Және де соның біреуін таңдап, және де ол фильтрларды әртүрлі категориялармен бөлек сақтауға болады. Пользовательские стили, dark деген секілді. Сохранить етеміз, экспорт фотопленку, және де дайын. Енді Telegramға өтеміз. Telegramда сізге қандай пабликтар, қандай жерлерден бұндай сурет пресеттер табуға болатынын көрсетемін. Біріншісі ол бесплатный пресеты Lightroom деген чат бар. Ондағы кез келген сізге ұнаған суретті таңдайсыздар. Және де соны поделиться деген қасындағы кнопканы басып, өздеріңізге сохранить етіп алсаңыздар болады. Міне поделицаны басамыз, төбедегі кнопка тұрбай, соны басамыз, өткіземіз, Lightroom'ды таңдаймыз. Және де Lightroom'ның ішіне запустить Lightroom сейчас басамыз. Бұны то же самое Android'та да істеуге болады. Мен бірақ iPhone'мен көрсетіп отырмын. Сол сохранить еткен суретті тауып аласыздар. Төбедегі үш кнопканы басып, үш нүктені сол жердегі добавить стильді басып, стильдің атын қоясыздар. Деп мен ат қойдым. Және сохранить деген кнопканы басасыз. Болды. Сізде жаңа фильтр, жаңа өңдеу дайын. Оны пользовательские стиліға обычно сохранить етіледі. Ішіне кіресіз, іздеп тауып аласыз. Және де деген өзіңіз ат қойып қойған фильтрді қолдана берсеңіз болады. Міне көріп отырсыздар, менде өте көп стильдер. Өзіңізге негізі сондай қазір тағы бір-екі паблик көрсетемін. Соның ішінен өзіңізге ұнайды деген таңдап, болашақта қолдансаңыз болады. Себебі онда өте көп әдемі фильтрлар жетеді. Тек сәл өзіңіздің чувство стиля дейді, сондай болса болды. Экспорт фотопленку, тоже сохранить етеміз оны, осы жаңа суретті. Және де басқа қазір суреттерді көріп шығайын бірінші. Сіз көріп отырғандай жаңағы екінші сурет, және бірінші сурет фильтрмен. Енді бесплатный пресетті Lightroom'нан бөлек, бізде тағы да Capus Presets деген бар. Бұның бәрі құдай қаласа астында описаниеда қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіз болады. Мұнда до и после деген сияқты суреттер тұр. Және одан да бөлек үшіншісі ол пресеты бесплатно деген сайт или чат-бот, қалай атаса болатынын білмеймін. Бұнда да до и после деген суреттер премьермен көрсетеді. Тура жаңағыдай әдіспен өздеріңізге сохранить етіп алсаңыздар болады. Осындай кішігірім видео болды. Сіздерге ұнайды деген ортадан отырып алайын. Кішігірім осындай видео болды. Сіздерге ұнады деген ниеттемін. Құдай қаласа сіздердің керемет обработанный суреттеріңізді күтемін. Мені отметить етіп қойыңыздар. Өзім историяма салам, құдай қаласа. Ұнаса лайк басыңыз, қиын емес. Маған көмегіңіз болсын, жәрдеміңіз болсын. Және де одан бөлек комментарий жазып, осы видео қалай болды, сол туралы кішігірім пікіріңізді қалдырыңыз.
және де өздеріңіздің достарыңыздың да суреті керемет болсын десеңіз, осы видеоны жіберсеңіздер болады. Көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Нұрбол. Каналға жазылыңыздар. Барлықтарыңызға